Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін ерекше кешкі ас ұсынғым келіп отыр. Ең бастысы кеседе сынбай пісетін болады. Ең алдымен фаршқа ұсақталған пияз, тұз, бұрыш, паприка салып жақсылап араластырамыз. Содан соң кесемізді майлап, фаршымызды 6 бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай орналастырып, үстінен үккіштен өткізілген сырды салып шығамыз. Содан кейін ыдысымызға сүт құйып, үстіне бірнеше жұмыртқаны салып, одан соң кішкене тұз салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң туралған көкпиязды саламыз, араластырып, кеседегі фаршымыздың үстінен құйып шығамыз. Содан соң дөңгелектеп туралған қызанақты салып, 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Қасына гарнирге өзіңізге ұнаған гарнирмен ұсынсаңыз болады. Ас болсын.